Мұғалім білімнің көзі, мұғалім тәрбиенің көзі. Тәрбие мәселесіне де ерекше қазір назар аударып жатырмыз. Ұлт тағдыры бала тәрбиесінде жатыр. Әріптестер, міне биыл қазақтың хан апасы атанған Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның 75 жылдығы аталып өтеді. Осы ұлы той қазақтың ұлы ақыны, данада дарақыны Ұлы Абайдың 175 жылдығымен қатар келуі таңғажайып дүние. Хан апа ғұмырын Абайды тануға, Абайды танып білуге жол ашты. Қазақтың қара баласына ұлы тәрбие тек ұлы Абайды оқып білуден келеді деп қанша еңбегін артта қалдырды. Біздер сол ізді жалғастырушылар, сол ізді жаңғыртып, ғасырдан ғасырға, жылдардан жылдарға жеткізуші біздер осы жолда аянбай еңбек етейік. Тағы да мерекелеріңіз хан апаның туған күні құтты болсын.